Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге пайдалы жемістің бірі анар туралы айтатын болам. Экранға жақындап, мұқият тыңдап алыңыздар. Анар жұмсақ, жылы климаты бар аймақта өсетін оңтүстік жемісі. Көбінесе анар шырының гемоглобин деңгейін, иммунитетті арттыру және ми жұмысын жақсарту үшін ішеді. Анарда дәрумендер, микроэлементтер, биологиялық белсенді компоненттер бар. Анар ішек микрофлорасын, қандағы глюкозаның қалыпты деңгейін ұстап тұруға және мидың жұмысын ынталандыруға көмектеседі. Ас қорытуды жақсартады. Анарда мыс бар. Мыс гемопоэз, қан тамырларының серпімділігін сақтау және оттегінің белсенді тасымалдану үшін қажет. Мыс жүздеген биохимиялық процестерге гормондардың бір бөлігін шығаруға қажет. 100 грамм жемісте ағза бір тәулікте қажет ететін 15% К дәрумені бар. Ол қанның ұюын реттейтін ақуыздарды синтездеу үшін қажет. Сонымен қатар дәрумен бұлшықеттердің жұмысына, дәнектердің дерінің жаңаруына белсенді қатысады. К дәрумені кальцийді сіңіру үшін де маңызды. Анарда ағзаға қажет ететін 10% аскорбин қышқылы бар. С дәрумені тотығу-тотықсыздандыру процесін реттеуге көмектеседі, жасушалардың қартаюын болдырмайды, теріні ылғалдандыруға және эпидемия кезінде суықты қорғауды ынталандырады. 100 грамм анарда 10% калий болады. Бұл минерал жүректің, мидың жұмысына, бұлшықеттердің белсенді жиырылуына, су тұз алмасуын қолдауға және қан плазмасындағы қант деңгейін түзетуге қажет. Сонымен қатар анар жемісі гемоглобинді жоғарылатады, қаназық ауруымен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырын 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стақан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысымы дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында май бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіріп, сол себепті жеміс дәндерін жеген пайдалы. Ауыз қуысын дәрілдейді. Жеміс қабығынан жасалған су тұнбасын немесе шырынын ангина мен фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Инсулинді алмастырады. Анар жемісі қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы жеміс шырынын күніне 4 рет қолданса, қан құрамындағы қант деңгейі төмендейді. Сонымен қатар анар жемісі іш өтуді тоқтатады. Анар жемісі мен қабығы іш өтуге, тоқішектің қабынуына қарсы қолданылады. Ағзадағы қабыну демдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын ауруларына қарсы емдік мақсаты пайдаланылады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стақан ыстық суға салып, 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 реттен ішкен дұрыс. Егер анарды үнемі пайдаланатын болсаңыз, онда сіздің жүрегіңіз сағат сияқты тоқтамай жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ кәрілікті сіздің есігіңізді ерте қағуына жол бермейді. Қанның құрамында темір аз болса және адам сүйектері сынғанда тез бітіп кету үшін анарды жеу керек. Анар шырының тағы да бір ерекше қасиеті, ол радиация әсеріне шалдыққанда көмектеседі. Анар шырыны иммунитеттің жағдайын жақсартады. Нәтижесінде адам тұмау сияқты ауруларға шалдықпайды. Жөтел кезінде тіпті анар шырынымен тамақ шаюға кеңес беріледі. Анар құрамында кальцийдің мөлшері өте көп болғандықтан, ол қан қысымын төмендету үшін өте тиімді болып табылады. Анардың құрамында қабынуға қарсы тұратын зат бар. Және ол буын ауруларына шалдыққан адамдардың шеміршектері ыдырауының алдын алуда маңызды рөл атқарады. Анар косметика саласында да аса кең таралған. Ол теріні бас радикалдардың әсерінен қорғайды. Теріні қалпына келтіру процестерін белсендіреді, қоректендіреді, жандандырады. Сондай-ақ коллаген мен эластиннің синтезделуіне мүмкіндік туғызады. Бұл әжім қыртыстарының жазылуына, терінің ылғалды мен созылмалдығын ұлғайтады. Халық медицинасы анардың жемісі ғана емес, жапырағын, қабығын, тамырын да емге пайдаланады. Мәселен, бала емізіп жүрген ананың омырауы жарылып, тілінетін болса, анар жемісінің қабығын ұнтақтап, жарыққа себеді. Дизентерияға, жұтқынша тамақ ауруына 5 грамм жеміс қабығын ұнтақтап, 100 грамм суға 10 минут ақырын қайнатып, ауызды шайқайды. Асқазан ауырғанда анардың шырынымен тоқтатуға болады. Ол үшін жарты стақан ішсеңіз, бірер сағаттан соң басыла бастайды. Өтте оның жолдарына құмтас пайда болса, бүйрек пен қуықта байланған тастарға анар шырын әсер етіп, қуып шығуға көмектеседі. Ол үшін 2 ас қасықты астан 20 минут бұрын күніне 5-6 рет ішіп, 2 аптаға созады.
Ішекті құрттан тазалау үшін анардың қабығын қайнатып ішіңіз. Аталған жемістің қабығында пельтерин заты бар. Ол бұл кез келген құртты сол мезетте жоя алады. Ендеше ағзаңызды жаулаған құрттан анардың қабығынан дайындалған тұнба ашу арқылы құтылыңыз. Тұнбаны дайындау үшін 50 грамм анардың қабығын 400 мл қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Тура 6 сағаттан соң тұнбаны отқа қойыңыз. Көлемі 2 есеге азайғанға дейін баяу отта қайнату керек. Дайын болған қайнатпаны сүзіп алып 1 сағат бойы аз жұтына ішесіз. 30 минуттан соң іш жүргізетін дәрі қабылдаңыз. Ем қабылдаған соң 4 сағатқа дейін тамақ сусын ішіп жемейсіз. Сонымен қатар жеміс бірыңғай пайдалы немесе түбегейлі зиян болмайды. Анар да сондай. Оны шектен тыс тұтыну денсаулыққа зиян келтіруі белгілі бір проблемаларды күшейтуі мүмкін. Құрамында белсенді ингредиенттер, жеміс қышқылдары мен танниндер болғандықтан оны мына жағдайда жемеу керек. Асқорыту патологияларының болуы панкреатиттің, энтериттің, гастриттің өршуі, асқананың немесе ішектің ойық жарасы болса, геморрой немесе іш қатуға бейімділік болса, тіс эмалдарының зақымдануы болса, анарға қарсы аллергиялық реакция болған жағдайда бұл жемісті тұтынудан бас тартқан жөн. Осының сіздерге бүгінге дайындаған ақпаратын тамам өздеріңізге пайдалы тұстарын түртіп алып, кәделеріңізге жаратыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.